أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Құрметті ағайын, өткен жолы біз Бақара сүресін бастаған болатынбыз. Бақара сүресінің 5 аятын айтып, енді келесі 2 аят туралы айтатын боламыз. 6-7 аяттар. Алдыңғы 5 аятта тақуалар туралы айтатын болса, енді бұл жолы кәпірлер туралы айтады. Одан кейінгі аяттарда 13 аятта қателеспесем мұнафықтар, яғни 200-лер туралы айтады. Енді осы аятқа келейік. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Иннеллазина кафару саваун алейхим а'андартахум ам лам тундирхум ла ю'минун. Хатамаллаху аля кулубихим ва аля сам'ихим ва аля абсарихим гишава ва лахум азабун азим. Иннеллазина кафару, ол әлгі кәпірлер дейді. Саваун, оларға бәрбір, алейхим әндартахым амлам түндерхім. Ескертсең де, ескертпесең де, ақырет туралы айтсаң да, Алла тағала туралы айтсаң да, олар бәрбір қабылдамайды. Дәлелдеп, не бір мұғжизаны көрсетсең де, Меккеде мүшриктері мұғжиза көрсеткен уақытта, айды 2 бөлдеген уақытта пайғамбар саллаллаху алейхи айды 2 бөлді Алланың қалауымен. Бірақ сонда мүшриктер Абу Талибтің жетімінің сиқыры көкке де әсер етті деп қабылдай алмады. Сол секілді бүгінгі таңда да кәпірлер еш уақытта да оны мойындамайды. Ақиқатта мойындағысы келмейді. Міне сол себепті аятта кәфар дейді. Енді кәфар деген келетін болса, күпір дейді. Күпірдің жалпы негізгі мағынасы қазақшада 2 мағына келеді оның. Күпірлікте біреуі шүкіршілдік ету келеді, екінші күпірлікте кәдімгі діннен шығу меңзейді. Ал енді арабша келетін болса, кәфар деп отырған мұның сөздік мағынасы жабу деген сөз, біріншені жауып қою деген сөз. Мысалы, арабшада диханшыларға кәпір деп атайды, бір мағынасы. Неге? Өйткені олар дәндерді жердің асты топыраққа көміп тастайды. Дән деген ол бір ақиқат қой. Сондықтан жердің астынан көміп тастайды. Сол секілді де мынау Алланың бар екендігінің осыншама ақиқаттарды көре тұра, дінсіздер өздерінің түсінік пікірлерімен, теріс түсінік пікірлерімен ақиқатта жауып тастайды. Сондықтан олар кәпір бұл. Осы терминден алынған. Міне сол себепті кәпірлер, оларға ескертсең де, ескертпесең де, олар мұсылман болмайды дейді. Меккеде мүшриктер мұғжиза көрсетсе мұсылман боламыз деді. Не істейік деген уақытта айды 2 бөлді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алланың қалауымен айды 2 бөлді. Бар саусағымен. Сонда меккелік мүшриктер Абу Талибтің жетімінің сиқыры көкке де әсер етті деп бәрібір оны мойындамады. Енді осы тұста ғалымдар кәпірлерді 4-ке бөледі. Бірінші инкар, күпірлігі дейді, жухуд, инат, нифақ деп бөледі. Ал инкар деп отырғанбыз, инкар ол терістеу деген сөз. Бұл топтағылар Алла тағаланы білмейді, танығысы да келмейді, танысаң қабылдамайды. Біздегі атеистер сияқты, тәңіршілдер секілді. Оны білсе де, білмесе де қабылдағысы келмейді. Тұтастай күпірлікке көміліп қалғандар. Екінші жухуд. Бұлар Алла тағаланың бар екенін жүректерін біледі, бірақ тілімен растағысы келмейді. Мысалы, христиандар, яһудилер, олар пайғамбарымыздың пайғамбар екенін білді. Бұрыннан олар пайғамбарымызды күтіп жүрген болатын. Ал пайғамбар келген уақытта оны қабылдағысы келмеді. Үшінші ол инат. Бұл қырсығу деген сөз. Қырсығып, әдейі қасақана қабылдалмайды. Біледі, бірақ қабылдағысы келмейді. Қырсығып сол жерде біле тұрса да қабылдай алмайды.
Соңғысы ол нифақ, мұнафықтық. Сырттай мұсылман болып жүреді, бірақ жеме-жемген уақытта дінге қарсы шыға салады. Оны сол нифақ дейді, яғни екі жүзділердің пікірі дейді оларды. Енді аятқа келсек, келесі аятта осы тұста мынаны айта кету керек. Әлігі кәпірлер деп айтады. Неге бұлар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алла тағала оларға иманға шақырсаң да шақырмасаң да бәрібір олар иманға келмейді деп отыр. Оны қалай түсіндік? Сонда біз мына дүниеде кәпірлерді дінге шақырмауымыз керек па? Осы ана аятта осы айтады, кәпірлерді еш уақытта оларға айтсаң да айтпасаң да оларға бәрібір дейді. Енді осыны қалай түсіндік? Онда бізге ешқандай да мұсылман адамдар кәпірлерге оларды дінге шақырмауымыз керек. Енді бұның тәпсірінде былай дейді негізінде. Бұл кәпірлер, бұл жай кәпірлер емес, арнайы қасақана дінге қарсы шыққан кәпірлер. Бұлар дін дұшпандары. Кәпірлердің барлығы былай тікелей дін дұшпандары бола бермейді. Өзімен өзі өмір сүріп жүретін кәпірлер көп. Алланы қабылдағысы келмейді, бірақ ешқандай зиянсыз өзінің тірлігін өзі жасап жүре береді. Сондықтан ғалымдар айтады, мұсылманның бар сипаты кәпір болмайды, кәпірдің де бар сипаты мұсылман бола бермейді дейді. Ал кейде ауысып кетуі мүмкін дейді. Өткенде де айтқан болармыз, бәлкім жалқаулық, надандық, бұның барлығы кәпірлердің сипаты. Алланы танудан қашқандардың сипаты. Сондықтан кейбір адамда осындай мұсылман болса да осылай болуы мүмкін. Алдайды, арбайды, адам өлтіреді, кісі өлтіреді, бұлардың барлығы кәпір сипаты. Өйткені мұсылман адам хадисте айтқандай, оның қолымен сөзінен ешқандай да жалпы одан зиян көрмейтін адам дейді. Ал енді солай бола тұра, кейбір адамдар қарасаңыз күпірлік жүрегінде болмаса да кісі өлтіреді, басқа қылады, бұлардың барлығы кәпір сипаттар. Кейбір кәпірлер болады енді, бұлай қарасаң, мұсылманның қалаған жасайды. Кейбір мұсылманға қарасаң, мұсылман, бірақ кәпірдің қалаған жасайды. Ендеше бұл аяттағы ол кәпірлер деп отырғаны иннәлләзине деп бар, әлгі кәпірлер деп орғып, белгілі кәпірлерді айтып отыр. Олар кімдер деген? Олар Әбу Жахил, Әбу Лахаб сияқты Алланың дұшпандарына айтып отыр. Неге? Өйткені Алла тағала олардың жүректеріне, не дейді аяттың жалғасында, неге деген уақытта Алла тағала олардың жүректеріне мөр басқан дейді. Хатамаллаху аля қулубихим. Алла тағала олардың жүректеріне мөр басты. Ва аля сам'ихим. Және құлақтарына мөр басты. Ва аля абсарихим ғишава. Және олардың көздерінде де перде бар дейді. Бірақ сонда Алла тағала барлық кәпірлердің жүректеріне мөр басты ма? Жоқ. Олай емес. Ол Әбу Жахил сияқтылардың, Әбу Жахилдердің жүректеріне Алла тағала мөр басты. Яғни жалпы адам болады, кәпір болады. Бірақ Алла тағала оларға уақыт береді, мүхлет береді, мүдет береді, күтеді. Тіпті өлімнің соңына дейін, ақтық сәтіне дейін Алла тағала күтеді. Иманға келемегенде мүмкіндік береді. Ал бірақ мынандай кәпірлер болса, дін дұшпаны болатын болса, оларға Алла тағала жүректерінен мөр басып тастайды. Яғни ол не деген сөз? Соны арғай тереңдейтін болсақ, оның әңгімесі былай. Бір аятта Алла тағала «Ойза хаза раббука мин бани адама мин зухурихим зурриятахум». Алла тағала адамның ұрпақтарын жинап алады. Біз бұл өмірге келмей тұрып жинап алады. Оны біздің қазақтар әлімсақ деп атайды. Яғни әлімсақтан бері, қашаннан бері мұсылмансың деген уақытта әлімсақтан бері мұсылманмын деп атайды. Енді әлімсақ деп отырған сол рухтар әлемі. Сол рухтар әлемді Алла тағала бүкіл рухтарды жинап алып,
Alastu bi rabbikum? Qalu bala shahidna ala an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hada gafilin. Allah Taala men sendердің Раббыларың емеспін деген уақытта, иә, сен біздің Раббымызсың, Құдайымызсың деп барлығы сол жерде мойындаған. Солай ғой, яғни сөйтіп олар сол жерде мұсылман болған. Яғни мұсылман деген сөз, әлімсақтан бері мұсылман деген ұстанған, мұсылман деген сөз соған бағынған деген сөз да, Аллаға бағынған деген сөз. Сонда Алла Тағала айтады, енді естеріңе сақтаңдар, Яумал қиямати инна күнна ан хада ғафилин, бұдан хабарым жоқ деп ертең қиямет күні айтып жүрмеңдер. Ертең сендерді қияметтің осы рух әлемінің ортасында дүниеге деген жерге жіберемін, арттарынан пайғамбар жіберемін. Сонда сол пайғамбарды мойындап осы әлімсақтан берген мұсылмандықтарымен екеуін ұштастырып мойындаңдар дейді. Міне сонда адамның, әрбір адамның жүрегінде ол арождан бар да. Арождан деген уәжада табу деген, Алланы табу деген. Яғни былайша айтқанда, олар қияметте, яғни рухтар әлемінде мен сенің құдайларың емеспін деген уақытта бәріміз, иә, біз сенің құдаймысың мойындағанбыз. Мойындаған осы бұл контракт арожданда бар да, адамның арожданда бар. Құдайды мойындаған осы бір қылық, осы бір контракт, келісім шарт адамның арожданында Алла Тағала қойып қойған. Алла Тағала қойып жүректің ішіндегі арожданға қойып, оның сыртын бер жағын нәпсімен қаптап, Алла Тағала бізді мына дүниеге жіберген. Мына дүниеге келген уақытта біз оны есімізге түсіре алмаймыз, бірақ есімізге түсірсек болады. Мысалға есіне түсіретін уақыттар болады. Қандай уақытта? Ең қиын сәттерде есін түседі. Мысалға бір мысал айтайын. Бір кәсіпкер айтады, досым, бірге оқыған кластас досым атеист дейді. Ылғи да қарсы шығатын, Құдайға қарсы шығатын. Бір күні ұшаққа мініп кетіп бара жатқан уақытта ұшақ ойға құлап кетті де, сол уақытта мен дұға жасадым, бір қарасам, ол да дұға жасап отырған. Субханалла деп отырған. Былай деп айтады, Алла Тағала, осы Субханалланы ғана білемін, басқа білмеймін деп. Енді бұндай тағы басқа жерлерде болған, екеуімен шатастырып отырмын, бірақ екеуі де бір-біріне ұқсас. Бір оқиғада атеистпен сөйлесіп отырған уақытта зілзала болады дағы, столдың астына кіріп кетеді. Сонда атеист Субханалла деп айтып жатады. Мына жерде де сол Құдайға сыйынып, я Құдай өзің сақта, я Құдай өзің сақта деп айтып жатады. Сосын ұшақтан түскеннен кейін сұрасам, жаңа жерде сен Құдайды мойындадың ғой деп, жоқ, мен мойындаған жоқпын деп бет бақтырмады дейді. Сонда, яғни қаншама атеист болса да, басқа болса да, жеме келген уақытта сол баяғы адамның жүрегіндегі әлгі сол мұсылмандық баяғы контракт сол шығады. Сондықтан арождан, арыңа қара деп қазақта сөйлейді. Жалпы ар деп қай бір жылдар бір кітаптан оқыдым, этимологтардың кітаптарынан. Сонда былай деп айтады этимологтар. Ар деп ол баяғы заманда, сақтардың, ғұндардың заманда жау шапқан кезде сол елін қорғау үшін бір шұқыр қазатын болған дейді. Әрбір әскер шұқыр қазып, сол шұқырда өзінің жауды өзінің елінен қорғайтын болған дейді. Міне осы ар дегенде сонда біздің қазақтар осылай ар деп осылай атаған. Енді сол арын тастап қашқандарды елін қорғай алмай арсыз деп атағанда. Сондықтан оны мынау біздің қазақ ождан деген арабтың сөзінде сол алдына ар дегенді қосып ар ождан деп атаған. Міне сонда сол адамның бойында сол ар ождан болады. Ар ожданның ішінде әлгі контракт болады. Енді арыңа сүйен деп отырғанда сол арыңа сүйен деп отырғаны, сол ар ожданның сүйен деп отырғаны баяғы Алланың алдындағы тұрған халіңе сүйен. Сол хал сенде бар дейді, сенің жүрегіңде бар. Сол халіңе жүгін дейді. Сол халге жүгін уақытта, ол хал еш уақытта
өтірік айтпайды. Яғни сол халмен сен ісіңе баға беретін болсаң, ол хал әрқашанда өтірік айтпайды, өйткені ол Алланың алдында кезінде тұрған дейді. Енді мына жердегі аятқа келетін болсақ, кейбір Аллаға қарсы шыққан, Аллаға дұшпан болған кейбір адамдар, кәпірлер, атеисттер, дінсіздер, Құдайға қарсы шыға кешегі бәлшевиктер секілді алашта қырған, қалыпты қырған, 32-дегі қырған, алашты қырған бәлшевиктер секілді, ол бәлшевик қазақтар секілді, олар коммунистер секілді, олар еш уақытта Құдайға қарсы шыға ең соңында сол жүрегіндегі әлгі арожданын, сол арождандағы мен мұсылман деген контрактты жойып жібереді дейді. Өздері жойып жібереді, қарсы шыға жойып жібереді дейді. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде де айтады, адам баласы өмірге мұсылман табиғатында болып келеді дегенде осы да. Мұсылманды бір ақ жазылмаған ақ қағаз секілді мұсылман табиғатында болып келеді деген аяттарда айтылатындары осы себепті. Яғни мұсылманға лайық болып арождан болып туылады. Соның үстінде сол арожданға қосымша ла илаха илlallah Мұхаммад расулаллах деп жазылу керек еді. Бірақ бұны бұлар жазбайды. Міне керісінше жазбайды біріншіден, екіншіден Аллаға қарсы шығады. Аллаға қарсы шыға ең соңында сол әлгі контракт жойылып, қурап, жойылып жоқ болады. Енді оған, ол адамның арожданы бір не секілді, бір егін даласы секілді да. Ол егін даласына бидай егесін, ол егін даласына мұсылмандық бір бидай егу керек та. Енді оған егейін десе, жер тозаң болып, шаң тозаң болып, әлгі сортаң болып қалғанда, егілмейтін құтақыр болып қалған. Сондықтан оны қаншама оған айтсаң да, ол қабылдай алмайды. Өйткені оны иманды қабылдайтын ода бір орын жоқ, одан бір мекен жоқ та. Өйткені Алла Тағала оның барлығын жойып жіберген. Міне сондықтан Әбу Жахил секілділер, ол арождандарын жойып жібергендіктен Алла Тағала пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, сен оларға қаншама айтсаң да, айтпасаң да, бәрі олар қабылдамайды, өйткені олар өздерінің арожданда контракттарын жойып жіберген дейді. Жойып жібергеннен кейін не болады? Енді ол бір нәрсе істен шығатын болса, оның сыртына бір мөр басып, бұл бітті деген бір мөр басылады ғой, кез келген бір завод болсын, басқа болсын. Мысалы бір завод жарамсыз болған уақытта ол сыртына әлгі комиссия шығаттағы мөр басады. Сол секілді де Алла Тағала ол жүрек жарамсыз болғаннан кейін, енді Алла Тағала өзі бұл жарамсыз деген мөр басып тастайды. Yani былай қарағанда солардың да өзінің жермен-жексен қылып жойып жіберуі негізінде сол мөр басылғанның да бір белгісі. Бірақ Алла Тағала өзі бір әлгі мөр басып тастайды. Yani періштелер бар, өзінің жаңағыдай құжаттары бойынша алып, сол жерге жүректеріне кәдімгідей мөрді басып, бұл енді жарамсыз адам бұл мұсылмандыққа жарамайды деп сол жерде мөр басып тастайды. Міне Алла Тағала осыларды айтып отыр. Осы кәпірлерді айтып отыр. Хатамаллаху аля құлубихим. Бірінші олардың мөрін қай жерге басады деген уақытта айтты ғой, бағана жүректер дегенше олардың жүректеріне деп отыр да, жүректеріне деп отыр. Ва аля самаихим, және құлағына деп отыр. Ва аля абсарихим, және көздерінде перде бар. Енді осы аятқа қарасақ, аятқа жүректер деген сөз бар, көздер деген сөз бар, ал құлақ деген уақытта жалғыз бір ғана құлақты айтады. Оның сыры не десек, тәпсірлер қарайтын болсақ, бір мағынасы былай. Жүректер деп отырғаны адамның жүрегі бір уақытта Алладан келген илхам аянды да қабылдайды. Дәл сол секілді жындардан, шайтандардан келген әлгі илхамдарды, аяндарды қабылдайды алады. Сондықтан көп жүрек секілді ол. Көп жүрек секілді. Өйткені бір адамның жүрегі бір уақытта hem жақсы болып тұрады, hem жаман болып тұрады. Сөйтіп ойнай береді оны. Кезге өзгеріп тұрады оның үстінде. Пайғамбардың хадисінде айтқандай, жаңағыдай адам жүрегі Алланың саусақтарының арасында кезге уақытта өзгертіп жібереді дейді. Яғни Алла Тағала кезге уақытта өзгертіп жібереді деген мағынада айтылған. Уабысар екен, көз де сол секілді. Көз бір уақытта жақсыны да, жаманды да,
әртүрлі алуан түрлі нәрселерді көреді. Ал құлаққа келетін болса, құлақ тек бір нәрсені ғана қабылдай алады. Екі мұғалім сабақ беріп жатса, оны екеуін еш уақытта бірдей қабылдамайды, тек біреуін ғана қабылдайды. Сондықтан соны меңзеп Алла Тағала құлақ екеу болса да, бірақ бұл жерде құлақ деп олардың құлағы деп бір құлақты ғана меңзеп осыны айтады. Олардың көздерінде перде бар дейді. Яғни жүрегіне мөр басылғаннан кейін және құлағына мөр басылғаннан кейін оған қаншама сен айтсаң да, қаншама көрсетсең ол бәрібір жүрегінде көзіне перде түріледі да, еш уақытта мойындамайды. Мысалы, бір мақалада жазған, Көктөбенің басына бір сарай бар дейді. Сол сарайдың үлкен сарай болған соншалықты 100 қақпасы бар. 100 қақпасының 99-ы ашық тұр, 100 есіктің 199 есікті, бір есігі ғана жабық тұр. Енді соны біз шақырамыз. Сол сарайға келіңдер, кіріңдер депті. Сонда енді адамдар барайын деп отқан кезде бір адам айқайлап, ол сарайға не үшін барасыңдар? Сен ол сарайға кіре алмайсыңдар дейді. Қалай кіре алмаймыз? 99 есігі ашық тұрған жоқ па? Десе, анау 100-ші есігін көрсетіп, анау есікті көрдіңдер ме? Сол жабық тұр ғой деп адамдардың назарын соған аудартып жіберді. Яғни Алла Тағаланың бар екендігіне 99 дәлел бар, бір ғана дәлел жоқ. Ол не? Ол Алла Тағаланы біз көзбен көріп тұрған жоқпыз да. Көзбен көріп көрмесек, бірақ оның бар екендігі туралы 99 қақпа ашылып тұр. Мысалға бір сарайды алдық қой, бір сарайды алсақ, оның сарайдың салушысы бар деген сөз. Бір кітап болса, оның бір жазушысы бар деген сөз. Сурет болса, суреттің салушысы бар деген сөз. Сонданы біреу келіп, мен мына суреттің салушысы бар ғой десең, жоқ, суретші қайда онда деп сөйтіп айта береді. Алла қайда көріп тұрған деп. Бірде бір құрттан сұраған екен, тіске түскен құрттан. Құрт, сен білесің ба? Сен адамның тісінің үстінде жүрсің деген екен де. Соның ішінде жүрсің деген екен. Сенің мына тау деп жүргенің, ол тау емес, ол адамның тісі деген екен де. Сонда тістің үстіне бір төбесіне шығып, әрі қарап, бері қарап, қайда ол адам? Болса көрінбей ме? Қайда кән? Жоқ қой адам. Сен адам бар дейсің, адам жоқ қой деп үкім берген екен де. Сол секілді кезінде де кейбір сөз деректерде айтылды ғой, әлгі Юрий Гагарин аспанға ұшып шыққан уақытта, жерге түскен уақытта айтты дейді, мен көкке шықтым, жан-жағыма қарадым, Құдайды көрген едім, жоқпын деп айтқан екен. Сонда не, Құдай Тағала көріне қоятындай, көкке шықсам болды көріне қоятындай, аспанда ұшып жүрген бір не, корабль ме еді, хаша лилля. Жоқ, әлде планета ме еді, комета ме еді, аспанда ұшып жүретін. Сен төбеге шықсаң, тек қана үйдің төбесіне шыққандай ғана боласың. Бірақ ол жаратылыс деген шексіз ғой, оны ойламайды. Сонда кейбір ғалымдар айтады, Алла Тағала көрінбейді. Неге көрінбейді? Негізінде ол көрінеді, қатты көрінгендігінен көрінбейді дейді. Мысалға үйде бір светті, бір қатты бір жарық болса, соны әкеп қойсаң, жарықты әкеп жарықсаң, 1000 волт, 2000 волт жарық беретін болса, сол қатты жарық болған кезде әлгі лампының өзі көрінбей кетеді, тек жарығы ғана көрінеді, ал лампа көрінбейді. Сол секілді Алла Тағаланың да жарығы көрініп тұр бізге, яғни белгілері көрініп тұр. Өзі қатты көрінгендіктен Алла Тағала бізге көрінбейді. Яғни оның ішінде көру үшін де оны біз қамти алуымыз керек. Бірақ біз жаратылмаған Алла Тағаланы қамти алмағандықтан біз оны көре алмаймыз. Жұмақта да мұсылмандар, иншалла бізге нәсіп болсын, мұсылман болып көруге, мұсылмандар көреді, бірақ олар да ол бәрібір Алла Тағаланы
айқын көре алмайды. Өйткені бір хадисте айтқандай, толған айды көрсетіп алады да, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, толған айды көрдіңдер ме дейді. Ай ашық тұрған, бұлтсыз, иә көрдік дейді. Дәл осылай жұмақта Алла тағаланы көресіңдер дейді. Енді бұл жерде ойлауым мүмкін, апаны көремін деп, бұлтсыз ашық тұрған. Онда да апаны көрсеңдер де негізінде оны егер талдайтын болсақ, айдың өзі, ғалымдар айтады, айдың өзі ол нұрланып жарық болып тұрғанмен негізінде ол жарық айдікі емес дейді, ол күндікі дейді. Күн өзінің жарығын айға түсіріп, айдың сәулесі жер бетіне түсіп, бізге солай жарқырап көрініп тұрды. Ендеше айды көріп тұрмыз, бірақ негізінде біз айдың жарығын көріп тұрамыз, ол күннің жарығы. Міне дәл сол секілді де ол жұмақта Алла тағаланы осылай көреді. Яғни белгілі бір сәулелерін ғана былай қарағанда енді салыстыру жаңылыс болмасын, солай көреміз да, бірақ нақты өзін көре алмаймыз. Жай ғана бір күннің өзінде тапа-тал түсте қарап тұратын болсақ, көзімізден айырылып қаламыз да. Сондықтан Алла тағаланың дидарын біз тамашалаймыз, бірақ нақты өзін көре алмаймыз. Өйткені оған біздің жаратылыстың оған қауқары жетпек емес. Міне құрметті ағайын, ендеше уағала абсарихим ғишава деп осыны айтамын. Яғни олардың көздерінде перде бар. Құдайын мойындаса, мен саған осы үшін дәлелді әкеп беріп тұрмын ғой десем, қайда Құдайды? Құдайды көрсетсек, бізге Құдайды көрсетсең, өз көзімізбен тауды көрген сияқты, айды көрген сияқты Құдайды көрсек, біз мойындаймыз дейді. Болмаса жол корабльмен ұшып барып айналасыз деп Құдайды бір жаратылысқа ұқсатады. Сондықтан олардың әрқайсысының көздерінде перде болғандықтан ол атеистер, ол дінсіздер қабылдамайды. Яғни сол кәпірлердің арасында егер олардың жүректерінде мөр басылып кеткен кәпірлер болса, жаңағы дін дұшпандары болса, олардың еш уақытта бүгінгі таңда да дәл сондай, егер мөр басылып кеткен болса, олардың мұсылманға келуі мүмкін емес. Бірақ біз оны қайдан білеміз деген уақытта, біз оны білмейміз. Бірақ кейде байқауымыз мүмкін да. Кейбір дінсіздер болады, атеистер болады, дінге дұшмандық қылып, жаңағыдай интернет желілерінен дінге дұшмандықтарын жасап сөйтіп жатады. Қатты бір азғындықтарын көрсетіп, мүмкін солар бір белгі болуы мүмкін, бірақ біз әрқашанда дінге келмеген адамдарды ол мөр басылды, басылмады демей, өзі өйткені бізге аян келіп тұрған жоқ, мөр басылды деген аян келген жоқ та. Пайғамбарымызға білдіртсе де, оны бізге білдіртпеген екен, біз әрқашанда оларды иманға шақыруымыз керек. Әрқашанда олармен, олар бізге жамандық жасаса да, біз оларға жақсылық жасап, берімділік танытуымыз керек. Аятын жалғасында олағым азабун азим дейді. Оларға үлкен толассыз жан түршігерлік азап бар, оларға азап лайық дейді. Жан түршігерлік азапты олар дінсіздер бұл өмірде де сезінеді, ақыретте ғана емес, бұл өмірде сезінеді. Бір атеист айтады, мен сендер мұсылмандарға таң қаламын ылғи, сендер тоқ көңіл болып жүресіңдер, ал біз болсақ ылғи да көшеде жүріп бір машина қағып кетіп, біреулер өліп қаламыз ба деп қорқамыз. Өйткені біз өлсек, сонымен біздің өміріміз аяқталады. Бітті, тіпті біз өліп қаламыз ертең, қайтадан тірілмейміз, қайтадан көрмейміз, жақындарымызда бұл өмірден өтіп кетті, ата-бабамыз, жаңағыдай әкеміз, біреулердің шешесі, біреудің әкесі, олар өліп кетті өмірден. Енді оларды қалай бұдан кейін қайтып көрмейміз, сол шіріп жоғалып кетті, біз де ертең шіріп жоғалып кетеміз дегенді, осындай бір қараңғы күндерді ойлаған сайын, бұл өмірдің ләззатының өзі ұлға айналып кетеді дейді, деп айтты дейді. Ал сендер мұсылмандар дейді, рахат сендерге. Ертең қайтадан дүние бар, ертең ақырғы өмір бар деп, арғы қабір әлем бар, қабір әлемінде де өмір сүреміз, қабір әлемінде сол жақтағы ата-бабаларымыз бізді күтіп алады деп, сендер сондайға сенесіңдер дейді. Содан біз айтамыз, біз сенеміз, Аллаға шүкір. Болмаса ше дейді, ол айтады атеист. Болмаса біз не, біздің шеше ұтылмаймыз, біз солай сеніп өтеміз.
Biz so'sini ol ateist ketamiz. Al bo'lsa-chi. Al bo'lsa-chi. Bo'lmasa biz o'tmaymiz. Chunki bu ömürde bo'latında ömür sürdük. Al bo'lsa-chi. Al bo'lsa biz ulkan tağda o'tamiz. Al sen o'tlasan. Mine sol sebepte Müslümanlar Peygamber hadisinde aytganday Müslümanның basına qay gelse sabır qiladi, ol da şükürçülük. Quvanish kelsa şükürçülük qiladi, ol da quvanish. Müslüman her qaşanda oslay quvonishga bölünüp жүреді. Mine iki ayetten qısaca aytganda tafsiri oslay ara kelesi vaqtda жалғастырамыз. Elhamdülillah, Allah'ın salatu vesselam ala Seyyidina Muhammed ve alihi ecmaîn.